Сәлем, балақай. Бүгін сенімен бірге хайуанаттар бағында серуендейік. Ой, мына хайуанаттар тығылмақ ойынын ойнағысы келіп тұр ғой деймін. Кішкентай пойызға хайуанаттарды табуға көмектесейік. Пальма ағашының артында тығылып тұрған қандай хайуанат? Өзі ағаштан ағашқа секіріп, бананды жақсы көреді. Дұрыс айтасың, бұл маймыл. Қане маймыл, тез секіріп вагонға мін, әйтпесе пойыз сенсіз жүріп кетеді. Мойны ұзын, сарала түсті ағаштың артында тығылып тұрған не? Дұрыс, бұл керек. Өзі сондай биік. Ол көпірдің астынан өте алады ма екен? Қане, тексеріп көрейік. Ой, мына көпір керік үшін тым қысқа. Керік көпірді айналып өтуге тура келеді. Керік мінді, енді әрі қарай жүре беруге болады. Құлағы үлкен, мұрны ұзын. Ол не деп ойлайсың? Әрине піл. Піл вагонға сияды ма екен? Қалай ойлайсың? Тамаша, отырды. Меніңше мына көлде біреу болу керек. Өзі жасыл, түстері үлкен, құйрығы ұзын. Ол не? Ол қолтырауын, дұрыс. Аңдардың патшасы, басы үлкен. Ол қандай аң? Арыстан, дәл таптың. Арыстан да вагонға отырды. Қане достар, біз әлдекімді ұмытып кеттік қой деймін. Дұрыс айтасың. Қане іздейік. Кімді ұмытып кеттік? Ой, шөптердің артында тығылып тұрған не? Өзінің денесі ақ қара түсті, жұқы тектес. Бұл алақұлан. Алақұлан да вагонға отырды. Балақай, сен кішкентай вагонға жануарларды табуға көмектестің. Жарайсың. Ал енді хайуанаттармен бірге қаланы аралайық. Сау бол!